Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлназ, сіздермен бірге рогалики дайындайтын боламыз. Оған қажетті заттарымыз ұн, сары май, қаймақ, жұмыртқаның сарысы және тұзы қажет болады. Алдымен сары майымызды теркіден өткізіп аламыз. Сары майымыз морозильникте болу керек. Сары майымызды теркіден өткізіп болғаннан кейін қолымыздың көмегімен жайлап ұнды илейміз. Одан кейін барып сметана қосамыз үстіне. Сметанамызды салып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын қосамыз және шым тұзымызды қосамыз да жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейміз. Егер де ыдыс қамырыңызға кішкентай болып жатса, мен құсап доскаңызға қамырды қойып илесеңіз болады. Жақсылап жұмсақ қылып илейміз қамырымызды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды холодильникке 15-20 минутқа қойып аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады осындай. Доскамыздың бетіне ұнымызды сеуіп, холодильникке салып қойған қамырымызды аламыз да 4-ке бөлеміз. 4-ке бөліп, 4-тен 1 бөлегін доңғалақ етіп жазатын боламыз. Және дөңгелек етіп жазылған қамырды 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлгеннен кейін 3 бұрыштап тағы да бөліп шығамыз. Дәл видеодағыдай көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Және мен салмасына сгущенка салдым. Сіз өздеріңіз білесіздер, сгущенка салсаңыздар да, или джем салсаңыздар да болады, или варенье салсаңыздар да болады бетіне, салмасына. Салмамызды салып болғаннан кейін жан-жағын басып, кішкене дөңгелектетіп ораймыз. Жан-жағын басатын болсақ, сгущенкасы сыртқа шығып кетпейді. Егер андай қылып баспайтын болсақ, сгущенкалар ағып кетеді. Дайындап болған рогаликілерімізді противеньге сала береміз. Және қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Рогаликіміз дайын болды. Мен бетіне қант ұнтағын сеуіп шықтым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте жұмсақ, тәтті рогаликіміз шығады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып кетіңіздер.